Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін мясо по-тайски немесе тай етін жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші бізге ет керек. Етті жақсылап соевый соус құйып, май құйып, су май құйып, 20 минуттан жоғары қойып қоямыз. Холодильникке қойып қою керек. Сосын айта кететін жайт, етті соломка қылып турасаңыздар өте әдемі шығады. Құрғақ қазанға дайын болған етіңізді осылай саласыз. Қазаныңыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Осылай қуырасыз, суы тартылып кетпейінше. Бетін ашық болу керек, қазанның беті. Міне осылай суы толықтай тартылғаннан кейін пияз саласыз. Пиязды примерно 7-5 минут қуырып аласыз. Қатты, оттың асты қатты болу керек, газыңыз өте қатты болу керек. Одан кейін сәбізіңізді саласыз. Сәбізіңізді жақсылап қуырып алғаннан кейін, егер асты жабысып жатса, кішкене су құйсаңыз болады, 1-2 қасық. 15 минуттай сәбізді бұқтырып, пісіріп аласыз. Бұқтырғанда сол майға өзінің болмаса кішкене құйылған суға пісу керек. Одан кейін өзіңіздің бұрыштарыңызды саласыз. Мен осылай 3 түрлі перец таңдадым. Цветтері өте әдемі шықты, түстері. Бұны да 5 минуттай қуырып аласыз. Одан кейін огурцы саласыз. Немесе қияр деп айтсақ болады. Видеода көріп тұрғандағыңыздай, бұны да 5 минут қуырасыз. 5 минут қуырғаннан кейін тай еті дайын. Достар, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.